Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі көңіл-күйлері қалай? Жақсы. Бүгін біз топпен жұмыс жасайтын болғандықтан, ең бірінші топ ережесімен танысып алайық. Бірінші ереже бір-бірлеріңді тыңдау. Екінші ереже бірлесіп жұмыс жасау, яғни бірлесіп шешу. Келесі ережеміз өзара көмек көрсету. Яғни біреуін білмей жатсаңдар, біреулерің көмектесулерің керек, я? Одан кейін ойды ашық жеткіземіз. Қысылмаймыз, ұялмаймыз, ойымызды анық әрі түсінікті етіп жеткіземіз. Және де тыныштық сақтаймыз. Тыныштық бар жерде біз сабақты жақсы оқитын боламыз, дұрыс тыңдайтын боламыз. Және де уақытты үнемдеу, уақытты тиімді пайдаланатын боламыз. Түсінікті ме? Иә. Жарайсыңдар. Олай болатын болса, мен сендерге бүгінгі сабағымызды бастау үшін сөздер оқимын. Сол сөздерді мұқият тыңдаймыз. Мен оқып болғаннан кейін барлығын, сол мен оқыған сөздердің барлығын дәптерлерімізге жазатын боламыз. Түсінікті ме? Ол үшін мені мұқият тыңдаулары керек. Ал бастаймыз. Мен сөзімді оқуға бастадым. Ата, әже, бөпе, адамдар, қыздар, бесік, бота, лақ, гүлдер, аралар. Тыңдап отырмыз ба? Иә. Тағы бір рет оқып беремін. Ата, әже, бөпе, адамдар, қыздар, бесік, бота, лақ, гүлдер, аралар. Мен сендерге 1 минут уақыт берем. Осы естеріңе сақтаған сөздерді жазатын боласыңдар. Оқушылар, жұмысты аяқтап болсақ, мен сендерге қазір жауабын шығарамын. Сендер бір-бірлеріңнің дәптерлеріңді ауыстырып, осы тақтадағы дұрыс жазылған сөздер бойынша тексеретін боласыңдар. Жасаған жұмыстарымызды тексеріп болса, кімдікі дұрыс болса, кімнің жазған сөздері көп болса, лайктарымызды әлеуметтік желілерімізге басамыз. Жарайсыңдар балалар. Енді осы жазған сөздері қандай сөз таптарына жатады? Малика айта қойшы. Қандай сөз таптарына жатады? За есім сөзіне жатады. Жарайсың. Ал енді Айтория тұра қойшы. Ата деген сөзге қандай сұрақ қоямыз? Кім? Кім? Дұрыс айтасың. Не үшін кім деген сұрақ қойдың? Өйткені адамдарға кім деген сұрақ қойылады. Жарайсың. Ілияс тұра қойшы. Қыздар сөзіне қандай сұрақ қоямыз? Қыздар деген сөзіне кім деген сұрақ қоямыз. Кімге деген сұрақ қоямыз. Жарайсың. Тұра қой. Ахмет тұра қойшы. Лақ сөзіне қандай сұрақ қоямыз? Лақ сөзіне не деген сұрақ қоямыз. Не үшін не деген сұрақ қойдың? Өйткені жануарларға, заттарға тек қана не деген сұрақ қойылады. Жарайсың. Арман тұра қойшы. Бөпе сөзіне қандай сұрақ қоямыз? Кім сұрақ қоямыз. Не үшін кім деген сұрақ қоямыз? Өйткені адамдарға ғана кім сұрағын қоямыз. Жарайсың. Отыра қой. Балалар, сендер өте дұрыс айтасыңдар.
Зат есім дегеніміз не? Аймен айта қойшы. Заттың атын білдіретін сөздерге зат есім дейміз. Кім, кімдер, не, нелер. Я оқушылар, сендер өте дұрыс айтасыңдар. Зат есім деген заттың атын білдіретін сөздерді зат есім деп атаймыз. Зат есімдерге кім, кімдер, не, нелер сұрағы қойылады. Енді назар аударатынымыз балалар, орыс тілі мен қазақ тілінің зат есімінің айырмашылығы. Орыс тілінде кім деген сұрақ жаны бар заттарға қойылса, ал қазақ тілінде кім сұрағы тек қана адамға ғана қойылады. Мысалы, не? Құс. Не құс? Нелер? Құстар. Не? Қалам. Нелер? Қаламдар. Не? Қарбыз. Нелер? Жемістер. Ал енді кім-кімдер сұрағына. Кім? Мұғалім. Кімдер? Мұғалімдер. Кім? Бала. Кімдер? Бала. Кім? Аспазшы. Кімдер? Аспазшылар. Міне көрдік пе оқушылар? Кім-кімдер сұрағы тек қана адамдарға ғана қойылады. Түсіндік пе? Кітабымызды ашсақ, 10-шы жаттығуға қараймыз, өлеңді түсініп оқы дейді. Нұрсұлтан, оқи қойшы. Шағала көлін қорғайды. Шопан төлін қорғайды. Егінші жерін қорғайды. Батыр елін қорғайды. Жарайсың. Арман. Шағала көлін қорғайды. Шопан төлін қорғайды. Егінші жерін қорғайды. Батыр елін қорғайды. Шағала көлін қорғайды, шопан тілін қорғайды, екінші жерін қорғайды, батыр елін қорғайды. Жарайсың, Арсен. Өзінің әлеуметтік желіне бір лайымды баса қой. Шағала көлін қорғайды, шопан тілін қорғайды, екінші жерін қорғайды, батыр елін қорғайды. Жарайсың, Ахмет. Отыра қой. Шағала көлін қорғайды, шопан лақтарды Төлін қорғайды. Екінші жерін қорғайды, батыр жерін қорғайды. Жарайсың. Батыр елін қорғайды. Елін қорғайды. Енді кітаптарымызға қарасақ, жаңағы оқыған өлеңімізде қарамен жазылған сөздер тұр, я? Осы қарамен жазылған сөздерге сұрақтар қоямыз, және оған жауап беретін боламыз. Ғайникен, бірінші сөзді оқи қойшы. Шағала. Шағала сөзіне қандай сұрақ қоямыз? Сөз не өткені құстарға Не деген сұрақ қойылады. Жарайсың, тамаша, отыра қой. Келесі қарамен жазылған сөз бізде Ильяс айта қойшы. Қарамен жазылған сөз шопан. Шопан деген сөзге кім деген сөз қойылады. Өйткені адамдарға ғана кім деген сұрақ қоямыз. Жарайсың, өте тамаша, отыра қой. Айсана, айта қойшы, екінші сөзіне қандай сұрақ қоямыз? Екінші сөзіне сұрақ Кім, я? Не үшін кім деген сұрақ қоямыз? Өйткені қазақ тілінде тек қана адамдарға кім деген сұрақ қойылады. Өте тамаша, отыра қой. Айсұлтан, батыр деген сөзге қандай сұрақ қоямыз? Батыр деген сөзге кім деген сұрақ қоямыз. Өйткені қазақ тілінде қана адамдарға кім деген сұрақ қоямыз. Жарайсың, отыра қой. Қазір барлығымыз тақтаға қараймыз. Кестені толтыру арқылы зат есім сөздерді табатын боламыз. Зат есімнің сұрақтары не,
Нелер? Кім? Кімдер? Дұрыс айтасыңдар. Сұрақтарына байланысты сөздерді бір-бірімен сәйкестендіретін боламыз. Және сәйкестендіріп болғаннан кейін дұрыс жауаптарын дәптерімізге жазамыз. Түсінікті ме? Ғайникен шыға ғой. Оқи ғой сізі? Сұрағы жарайсың. Тамаша. Келесі Айын, келе ғой. Сөзді оқимыз, сұрақтарға. Мұғалімдер. Сұрағы тамаша. Жантөре, келе ғой. Сөзді оқимыз. Лак. Сұрағы Не? жарайсың. Амели, келе ғой. Сөзді оқимыз. Алма. Сұрағы Не. жарайсың. Айсұлтан, келе ғой. Сөзді оқимыз. Сәби, сұрағы жарайсың. Арман, шыға ғой. Ойыншықтар. Сұрағы Нелер? тамаша. Айтөре, келе ғой. Сөзде оқимыз. Сұрағы жарайсың. Мадияр, келе ғой. Оқимыз. Бала. Жарайсың. Сұрағы Балалар. бала. Сұрағы кім? Барамыз. Жарайсың. Енді дұрыс жауабын білу үшін Айсана келіп баса қойш. Дұрыс жауабын көрейік. Дұрыс жасапсыңдар ма, дұрыс жасамағансыңдар ма? Жарайсыңдар. Сендерде барлығы дұрыс болған. Жарайсыңдар. Енді осы дұрыс жауаптарды дәптерлерімізге жазып аламыз. Жұмысымызда аяқтап болса, кім әдемі жазды, өзіміздің әлеуметтік желімізге бір лайкыңызды басамыз. Жарайсыңдар оқушылар. Енді бізде келесі кезекте мен сендерге осындай стикерлер беретін боламын. Әр топқа өздерінің алдыларына жабысып беремін. Қазір өлең қосылады. Өлең қосылған кезде барлығымыз орнымыздан тұрып, осы берген стикерге бір зат есім жазып кететін боламыз. Түсінікті ме? Жақсы. Қанша сөзден? Дайынбыз ба оқушылар? Қосамыз. Бастаймыз. Жарайсыңдар балалар. Енді кім қанша сөз жазды, әлеуметтік желілерімізге лайктарымызды қоямыз. Енді мен әр топқа жеке осындай сюжетті суреттеп беретін боламын. Сол суреттерге мұқият қараймыз. Суретте нелер, кімдер сұрағына жауап беретін сөздерді екі жағына жазып шығамыз. Түсіндік пе?
Оқушылар, жұмысымызды аяқтап бітсек, бірінші топ тақтаға шығып қорғаймыз. Екі оқушы тақтаға шықсаңдар. Кімдер? Апа, сәби, адамдар. Нелер сұрағына жауап беретін ою, тақия, кілем, жіп. Жарайсыңдар. Кімдер жауап беретін сіздерге әжелер, сәби, балалар, қонақтар, адамдар. Нелер, бесік, кілем, ою, көрпе, көйлек, тақия, орамал. Жарайсыңдар. Отыра қойыңдар. Жеті мен айтпын. Жарайсыңдар. Екінші топ. Енді үшінші топтан шыға қойыңдар. Кімдер деген сұраққа жауап беретін сөздер. Ата, әже, аталар, балалар, ағалар. Нелер деген жауап беретін сөздерге дастархан, домбыра, алтыбақан, киіз үй, тамақтар. Жарайсыңдар. Үшінші топ. Үш топта жұмыстарыңды өте жақсы жасапсыңдар. Енді әлеуметтік желілеріңе өздеріңнің лайктарыңды қойыңдар. Жарайсыңдар балалар. Енді мен сендерге бүгінгі сабақтарымды қалай түсінген екенсіңдер, не білген екенсіңдер, сол үшін сендерге арнайы тапсырма беремін. Жұмыстарымыз аяқтап болса, қанекей қағаздарымызды жинап өткіземіз. Жақсы оқушылар, енді бүгінгі сабақта не білдіңдер, бүгінгі сабақта не түсіндіңдер, не үйрендіңдер, қане айта қойыңдаршы. Нұрсұлтан, тұра ғой. Мен бүгінгі сабақта кімдер, нелер сұрағына жауап беретін сөздерді білдім. Тағы да Жақсы, біз кімдер, нелер деген сөздерге сөйлем жаздық. Келесі Ахмет айта ғой. Бүгінгі сабақта біз мәтіндерді оқыдық, суретке сөздерді алып жаздық. Тағы да жазып, қол шапалақтап, музыкамен ойнадық. Тағы да Суреттер бойынша өлең жолдарын құрастырдық. Жарайсың, отыра ғой. Бүгінгі сабақта суреттер бойынша өлең құрастырдық. Жақсы, енді бізде келесі тапсырмамыз топтық тапсырма болып келеді. Бұл жерде сендерге аралар берілген және омарта берілген. Аралардың ішінде сендерге сөз таптарына зат есім, сын есім, сан есім араластырып берілген. Осы омартаның ішіне тек қана зат есімдерді жинап салатын боламыз. Жақсы, жұмысымызды аяқтап бітсек, қанша зат есім араларды жинадыңдар, әлеуметтік желілеріңе сонша лайкты қойыңдар. Кім қанша ара жинады? Жақсы, келесі бізде өздеріңнің бүгінгі не үйренгендеріңді, не түсінгендеріңді осы хаттарға жазып
апайға бүгінгі сабақтың қалай өткені туралы хат жолдаймыз, иә? Жазып болғаннан кейін осы хатшыға апарып жабыстырамыз. Жарайсыңдар оқушылар, біз бүгінгі сабақта зат есімдерді тауып, оларға сұрақ қоюды үйрендік. Иә, және де өлең жолдарына сұрақ қойып, зат есімдерді табуды үйрендік. Зат есімге байланысты түрлі тапсырмалар орындады. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Және де бүгін сендер өте ақылды болдыңдар, өте білімді екендеріңді көрсеттіңдер. Сол үшін мен сендерге арнайы сыйлық жасап алып келдім. Ол үшін сыйлығымнан сиқырлы қорапшамызды аламыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау